Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода шоколадты құлпынай дайындайтын боламын. Мен бұны бірінші рет жасап көріп жатырмын, сондықтан қатты сынамаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен құлпынайларымызды жылы суға 2-3 рет жақсылап жуып алатын боламыз. Жуылған құлпынайларымызды қағаз салфеткасымен жақсылап кептіріп сүртіп аламыз. Содан соң шпажкаға не болмаса мен секілді тіс шұққышты қадап шықсаңыздар болады. Дәл видеодағыдай етіп барлығын жасап шығамыз. Содан соң 15-20 минутқа мұздатқышқа салып аламыз. Келесі сұйық майымызға өз қалауыңыз бойынша ақ немесе қара шоколадымызды салып, водяной баняда не болмаса микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Мен мұнда қара шоколад пайдаландым. Микротолқынды пеште ерітіп жатқан кезде шоколадтарыңызды араластырып тұрыңыздар, шоколадтарыңыз күйіп кетпесін. Шоколадымызды ерітіп алғаннан соң кішкене ғана, қатты ұзақ емес, кішкене суытып алып, құлпынайларымызды мұздатқыштан алып, осылай шоколадқа малып аламыз, яғни батырып аламыз. Барлығын дәл видеода көрсетілгендей етіп жасап аламыз. Мінекей, құлпынайларымызды шоколадтарымызға малып алдық. Қалған шоколадымызды кондитерлік мешокқа құйып алып, өз қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Қалай шыққанын комментария бөліміне жазу арқылы пікір қалдырсаңыздар болады. Мен барлық құлпынайларды біркелкі етіп әрлеп шықтым. Мінекей, біздің шоколадты құлпынайларымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта тағы да видео рецепттер шығатын болады.